22-ші есеп. Тіктөртбұрыш 10 бірдей шаршыдан құрылған. Егер бір шаршының периметрі 8 сантиметрге тең болса, осы тіктөртбұрыштың ауданын табыңыз. Енді қараңыз. Егер бізде тіктөртбұрыш 10 бірдей шаршыдан құрылған болса, қалай құрылғанын біз білмейміз. Бірақ мына жақта екі түрі болуы мүмкін. Біріншісі ол осылай. Қараңыз. 10 бірдей шаршы бір осылай боймен салынған. 1, 2, 3, 4, 5, 6-шысы, 7-шісі, 8-ші, 9-ші және 10-ші мына жақта. Осындай бір тіктөртбұрыш құрылуы мүмкін. 10 бірдей шаршы ішінде. Немесе екінші түрі ол қатарына екеу және осылай бесеу. Көрсетейін сізге қазір. Бұлай және бөлгенде бұлай болады. Осы екі түрі де болуы мүмкін. Қалай құрылғаны мына жақта белгісіз. Енді олардың периметрлері бір-біріне тең болмайтынын біз білмейміз. Мына жақта оның ауданын сұрап жатыр. Осы тіктөртбұрыштың. Енді қараңыз. Егер бір шаршының периметрі 8 сантиметрге тең болса дейді. Осындай бір шаршының периметрі 8 болса, кішкентай шаршының периметрі 8 болса, ол дегеніміз оның бір ұзындығы нешеге тең, ұзындығы бір жағы нешеге тең екенін табу үшін алдымен шаршының периметрі қандай формула арқылы табылатынын еске түсірейік. Периметр ол бізде барлық жақтарының қосындысы. Мына жақта бізде 4 бірдей жақ болса, ол аны бір-біріне 4 рет қосуы немесе аның 4-ке көбейтілуі. Сонда егер периметр 8 сантиметрге тең болса, ұзындығын табу үшін біз периметрді 8-ді бөлу керекпіз 4-ке. 8-ді 4-ке бөлгенде шығады 2 сантиметр, ол біздің ұзындығымыз. Енді егер осы бір шаршының ұзындығын білсек, осындай үлкен фигураның енді ауданын табу керек. Оны қалай тапсаңыз да бәрібір. Мына жақта қараңыз, осы фигураның немесе осы фигураның аудандары бір-біріне тең болады. Өйткені аудан ол қамтитын жері. Мына жерде екі фигурада қамтитын жері бір-біріне ұқсас тең. Енді қараңыз, мына жерде егер 2 сантиметр болса, былай қарағанда ол бізде 10 шаршы жазылған, бір қатарына. Енді 2-ні 10-ға көбейткенде, мына жақта 2-ні 10-ға көбейткенде, мына жақта 20 сантиметр ұзындығы болады. Мына жерде 2 сантиметр. Және фигураның ауданын табу үшін, біз енді ауданын табу үшін 20-ны көбейтеміз 2-ге. Шығады 40 сантиметр квадрат. Осы фигураның ауданын тапсақ, қараңыз, бұлай 2 және мына жерде мынаудай 2, барлығы 4 сантиметр. Бұлай 2, 2, 2, 5 рет болса, ол бізде 10 сантиметр. Осы фигураның ауданын тапсақ, ол болады 4 көбейтілген 10, бәрібір 40 сантиметр квадрат. Қалайда тапсақты, жауабы бірдей 40 сантиметр квадрат. Жауаптардың ішінде Б жауабы 40 сантиметр квадрат дұрыс.